Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге жұмсақ әрі оңай пісетін шайға арналған рогаликенің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл суреттегідей өте дәмді болып шығады. Оны жасау үшін ұнның үстіне сары майымызды салып, теркадан өткізіп аламыз, немесе осылай оңай пышақпен кесіп шығамыз, майдалап. Қолымызбен осы ұнмен біркелкі қалыпқа келгенше жақсылап араластырып аламыз осылай. Бізде дәл осындай ұн пайда болу керек. Оның үстіне бір шай қасық разрыхлитель, бір жұмыртқа және 3 ас қасық қаймақты салатын боламыз. Менде видеода разрыхлитель салған көрінбей қалыпты. Міндетті түрде салыңыздар, ұмытып кетпей. Дәл осыдан қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Артық ұнның қажеті жоқ. Дәл осылай осыдан қамыр шығады бізде. Енді осы қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышта 20 немесе 30 минут сақтайтын боламыз. Кішкене қатаю керек жаю үшін. Жиырма 30 минуттан кейін осылай алып қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Бірдей етіп, ортасынан бөліп 4 бөлікке бөлеміз. Әр қайсысын реттеп, домалақтар жасап алуымыз керек. Өйткені бізде қазір домалақ болып шығу керек, шеңбер тәрізді болып қамырымыз. Енді осы қамырларымызды уже жаюға бастаймыз. Кішкене ұн жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп аламыз. Ұн менде кішкене көп болып кетті, сондықтан екінші қамырға да жағып алдым ұнды. Ұн көп болып кеткендіктен екінші қамырға да осы ұнды жағып алдым. Дәл осылай енді жаюды бастаймыз. Жұқарақ болған жақсы, сол кезде дәмдірек болып шығады рогаликелер. Жұқа болу керек қамырымыз жайған кезде. Өте жұмсақ, әп-әдемі қамырымыз. Осылай жан-жағын барлығын жақсылап жайып болғаннан кейін пышақпен немесе осындай арнайы затпен 8 бөлікке бөлеміз, дәл видеодағыдай. Ішіне сгущенка сияқты сұйық заттар салуға болмайды, өйткені піскеннен кейін ағып кетеді. Менде мына жерде вареная сгущенка қоюлау болғандықтан салдым. Ішіне сіздер джем салсаңыздар болады. Негізі варенье ағып кетуі мүмкін, еріп осындай қою творог немесе сондай қоюлау заттарды салсаңыздар болады начинкасына. Начинкасы да пісіруге болады, дәп-дәмді болып шығады, бұл тәтті болып. Дәл осылай видеодағыдай жақсылап орап пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз қарап, қызарғанша пісіріп аласыздар. Осылай піскен рогаликелерімізді ыстық күйінде сахарная пудраға 2 бетімен аунатып аламыз. Өте дәм беріп тұрады, бұл өте күшті болып шығады. Барлығын осылай ыстық күйінде аударып сахарная пудраға жасайтын боламыз. Біздің рогаликелеріміз сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл видеодағыдай жұмсақ, дәмді. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздерге ас болсын,